Ассалаумағалейкум қазақ елі, құрметті сөзбен сөз бағдарламасының көрермендері. Біз бүгін Ақтау қаласының әкімдігі жаңадан күрделі жөндеуді өткізіп, қаланың тұрғындарына және қонақтарына керемет демалыс аймағын жасақтап қойған екен. Ол біздің Қашаған атамыздың ескерткішінің аймағы. Үлкен рахмет айтамыз. Және біз осы бағдарламаның барысында бүгін Ақтау қаласының көшесінде тұрғындардан Қашаған атамыз туралы сұрайтын боламыз. Ендеше біздің көрермендерге сәлем берді апай. Қалыңыз қалай? Біз мынау Қашаған атамыздың биыл 180 жылдық мерейтойы, соған орай азғантай сауалнама жүргізіп жатыр едік. Атамыз танисыз ба? Танимын, иә. Кім болғанын айтып берсеңіз қысқаша. Жалпы жыршы болған ғой. Енді биыл 180 жылдық мерейтойы, сондықтан барша маңғыстаулықтарды, жалпы жырды, тарих жақсы көретін көрермендер үшін тілегіңіз. Жырды, тарихты жақсы көретін Қазақстан жалпы Маңғыстау тұрғындарына ең бірінші денсаулық тілеймін ғой. Дені сау адамның жаны сау дейді. Қазақтың жалпы жырды, өнерді қазіргі уақытта шығарып, дәстүрлі әндерді, жырларды жалпы шығарып жатқан жастар көп. Аллаға шүкір. Соларды деген ары қарай өрбіте берсін деймін. Маңыз солау деймін. Аяқ астынан келгенсін. Рахмет сізге. Алла разы болсын. Мерейтойда кездесейік. Құрметті көрермендер, біз Ақтау қаласының көшелерінен Қашаған атамыз туралы кім не білетінін қарапайым тұрғындардан сұрап көрейік. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Ассалаумағалейкум аға. Қашаған атамыз танисыз ба? Танимын. Жырларын білесіз ба? Таниды екен, бірақ көп жырларын біле бермейді көрермендер. Енді мұнда үлкен кісілер келе жатыр екен. Енді осы кісілер білуі мүмкін, сондықтан сұрайық. Сәлем берді апа. Қалдарыңыз қалай? Сөзбен сөз бағдарламасы биыл Қашаған атамыз 180 жылдығына орай осы Ақтау қаласының тұрғындарымен, көрермендермен сұхбат жүргізіп жатыр еді. Атамыз танисыз ба, әлде бірінші рет көріп тұрсыз ба? Атамыз танығанда танимыз ғой, бірақ енді ондай қатты историясын біле бермеймін. Бірақ жыршы екенін білесіз, иә? Жыршы екенін білемін. Жырларынан қандай шығармалар білесіз? Шығармалар білмеймін. Қайдан іздеп тыңдап көрген жоқсыз ба бұған дейін? Енді бұндай аталарын насихаттау үшін не істеу керек деп ойлайсыз? Обязательно оқу керек қой оны ертеңді. Жұмыс басталғаннан кейін жұмыс, үй немере деген сияқты. Мынау қызыңыз ба? Жастардан сұрап көрейік. Қашаған атамыз танисыз ба? Былай білемін. Тек ескерткіштен көріп жүрсің, иә? Иә. Бұл кісі кім болған заманында? Жыршы. Жыршы, иә? Рахмет. Алла разы болсын. Сәлем бердіктер. Қалдарыңыз қалай? Қашаған атамыз 180 жылдығына орай сұхбат жүргізіп жатыр едік. Ақтау қаласы тұрғындарымен. Атамыз танисыз ба? Иә, танимын. Кім болған екенін қысқаша айтып берсеңіз. Күйші болған. Күйші. Күйші ма, жыршы ма? Күйші. Жыршы деңіз. Жыршы. Иә, адайдың 5 жүйрігінің бірі Қашаған атамыз ғой енді. Бұл кісінің шығармаларын естіп жүрсіз бе, әлде тек қана ескерткішін тамашалап өтіп кетесіз бе? Аз, иә, өте. Насихаттау үшін не істеуіміз керек? Қандай ұсыныс айтасыз? Керек пе насихаттау, әлде осыны тоқтауымыз керек? Иә, насихаттау керек. Ол үшін не істеу керек деп ойлайсыз? Енді не бар ғой, кітапханалар бар. В общем, халықты енді, соған енді. Яғни Қашаған атамыздың кітабы көбірек шығу керек, иә? Көбірек шығып, баспана істеп. Қашаған атамыз 180 жылдығына және тәуелсіздіктің 30 жылдығына бір ауыз тілегіңіз Қазақстан халқына. Не айтайын, өстіп енді осы неміз тоқтап қалмай ары қарай дами берсін. Иә, осы не айтайын, тек осы жастарымыз, ұрпағымыз тек болашақта осындай тұлғаларды біліп жүрсін деймін. Ары қарай тек осылай дами берсін. Иә. Бәрі жақсы болсын деймін. Айтқаныңыз келсін. Рахмет. Алла разы болсын. Інім қалайсың, амансың? Наушнигіңді алып жібер. Анау сөзбен сөз бағдарламасы, біз түсірілім жасап жатыр едік. Қашаған атамызды танисың ба, әлде бірінші рет көріп тұрсың ба? Мүлдем ақпарат білмейсің ба бұл кісі туралы? Осы Ақтау тұрасың ғой да, әлде қонақсың ба? Ақтау. Жақсы. Вот он поет про жырау. Давайте. Жиналып қалғым құралсан, сөйле деп бізге ұйғарсан, бұл тойдың көрген айтайыны той болады дегеннен
халыққа хабар таратқан, ат жүрегін жаратқан. Әшекейлеп жасантып, отауда тігіп аят жапқан. Шыршаса болса жырлатып, аламан басын ұрлатқан. Сөз қандай тоз? Öyle.